Салим достар, hello everyone, how are you doing? Всем привет, друзья! Я начала продолжать обучать моих учеников через видео, и сегодня будет тема про простуду, сезонные болезни и слова и предложения, связанные с ними. Бүгін ауру туралы тақырыпты айту керекпін, өйткені менің көп оқушыларым ауырып қалып, сол тақырыпта сөздер мен сөйлемдер құрайтын боламын. Бұл сөздер орысша, ағылшынша, түрікше және қазақша бәрі айтылады, сондықтан бірден төрт тілде сөйлеп кеткілеріңіз келсе, мен көріңіздер. I'm going to record to you some words and sentences about illness because my students are ill now, but we continue learning languages, and so you are going to get sentences and words in Russian, English, Turkish and Kazakh. So let's go to the words. Простуда, cold, soak, суық, грипп, flu, грипп, тұмау, кашель, каф, өксірік, жөтел, насморк, runny nose, бұрын акынтысы, мұрынның ағуы, температура, temperature, ateş, дене қызуы, аптека, фармасы, eczane, дәріхана, лечение, treatment, тедави, емдеу, выздоровление, recovery, иілішме, сауығу. Сонымен осы сөздерді сіздер қайталай аласыздар. Вы можете повторять эти слова. И так мы переходим к предложениям. So we go to the sentences. Я заболел гриппом. I have the flu. Грипп олдым. Мен грипп болып қалдым. У меня болит горло. I have a sore throat. Боғазым арıyor. Боғазым арıyor. Тамағым ауырып тұр. Он выздоровел после болезни. He recovered after the illness. Хасталықтан sonra iyileşti. Ол аурудан сауығып кетті.